Қайырлы күн оқушылар, бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші сыныптың 92-ші сабағын қарамас бұрын ең алдымен каналға жазылып, лайк басуды, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз. Бірінші тапсырма. Ребусты шеш. Ол кісі туралы не білетініңді айт. Яғни бізде ребуста жасырылған тұлғаның есімін табамыз. Және оның кім болғандығы жайлы мәлімет береміз. Бізде 4 саны берілген, яғни оның 2 әрпін алып тастаймыз. Бізде бірінші тапсырма ребусты шешу керек. Яғни бізде ол жерде бір тұлғаның есімі шығады. Және оның кім екендігін айтуымыз қажет. Бізде 4 саны, лақ, елік, 5 саны және инде берілген. Осында көрсетілгендей, әр тырнақшаға байланысты әріптерді алып тастап отырғанда, бізде ребусымыздың шешімі шығады екен. Ойланып көрейікші. Бізде Төле би сөзі шығады екен. Енді Төле биге анықтама берейік. Мәтінді оқы. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері, ұлы жүздің төбе биі. Төле би оқыған, сауатты, жастайынан халқының ақындық, шешендік өнерінен тәлім алған. Ол 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен елге танылады. Төле би орта жүздің биі. Қазбек бимен кіші жүздің биі Әйтекемен бірге әз Тәукенің басты кеңесшісі болады. Оның атымен байланысты толып жатқан нақыл, мәтел сөздер халық арасына кең тараған. Тойшыбек Иінұлы. Келесі тапсырма 37-ші жаттығу. Төле бидің кім екенін айт. Төле би қазақ халқының атақты шешені, қоғам қайраткері және би. Екінші сұрақ. Ол билікке неше жасынан бастап араласты? Ол 15-20 жасынан билікке араласты. Үшінші сұрақ. Төле би кімнің кеңесшісі болды? Ол әз Тәукенің басты кеңесшісі болды. Төртінші сұрақ. Төле бидің қандай нақыл сөздерін білесің? Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі, өзіне келер ұятын өзі біліп тұрса игі. Жас адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір тілазарлық, кежірлік. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Осындағы керемет сөздерді балалар жаттап алуға және өмірімізде қолдануға тырысайық. 5-ші тапсырма. Төле би хан болды ма? Жоқ, ол қазақтың белгілі биі болды. Келесі 6-ші сұрақ. Мәтіннен тірек сөздерді тауып көр. Төле би, қоғам қайраткері, шешен, би, сауатты, ақындық, шешендік өнер, 15-20 жас, билікке араласу, әз Тәуке, басты кеңесші, Қазбек би, Әйтеке би, нақыл, мәтел, халық, кең тараған. Балалар, бұл тірек сөздерді біз Төле би деген жаңағы оқылым мәтіннен алған болатынбыз. Назар салып қараңдар. Келесі 38-ші жаттығу. Бір үйдің баласы болма, көп үйдің санасы бол. Бір елдің атасы болма, бар елдің данасы бол. Бір тонның жағасы болма, көп қолдың ағасы бол дейді. Тәрбиең мен ақылың арқылы бір үйдің ғана емес, бүтін бір ауылдың, елдің мақтанышы, ақылдысы болған дұрыс. Бір ауылдың ғана ақылгөй ақсақал емес, барлық халыққа ақылы дарған кемеңгер ақсақал болған дұрыс. Пайдаң бір адамға ғана емес, барша халыққа тигені дұрыс. Бұл бізде берілген нақыл сөздердің мағынасы екен. Келесі. Қарамен жазылған сөздерге түсініктеме берейік. Сана – бұл адам психикасының ең жоғарғы сатысы. Дана – данышпан, кемеңгер, ақылды деген мағынада. Қол – адамның дене мүшесі. Ал бұл өлеңде көпшілік адам деген мағынада. Балалар, каналға жазылып, тіркелуді ұмытпаймыз.